Қазақ мемлекеті болып, жер бетінде Еуропа мен Азияның ортасында біздің мемлекеттерді құрған тарихымыз алдыңғы 5000-6000 жылға кетеді. Біз жер бетіндегі ең ескі өркениеттерміз. Біз көшпенділер өркениетін жаратқан халықпыз. Біздің мемлекеттілігіміз жойылмайды. Біраз уақыт өзгеге бодан бол, бірақ ұлт ретінде жойылған жоқпыз. Неге? Тамырымыз тереңде жатыр. Тамыры тереңге тартпаған халықтар ғана жойылып кетеді. Тарихта жойылып кеткен халықтар көп болды. Біз ондай халықтар емес. Бізді қылышынан қан тамған Совет одағының өзі жұтып жібере алған жоқ. Коммунистер бізді жоқ қыла алған жоқ. 90%-ымызды қырып тастаған советтік қызыл коммунистік режимнің өзі қазақ халқын жойған жоқ. 10% қалған қазақ қайтадан өсіп өніп көктеп бүгінгі жағдайға жетіп отыр. Мына билікпен мына мемлекетті шатастырып алмаңыздар. Бұлар бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ ел мемлекет мәңгіге қалады. Заман ақыр жер тақыр болғанша жаратушының мейірімімен қазақ халқы аман қалады. Осығанға дейін не бір зұлмат замандарда елдігімізден айырылып қалсақ та ұлт ретінде аман қалды. Жойылып өзгеге сіңіп кеткен жоқпыз. Сондықтан мынау Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйені қазақ халқының қорғаны, қормалы екен деп алданбаңыздар. Бетеге кетер, белғалар, бектер кетер, ел қалар деп аталарымыз бекер айтпаған. Бұлар кетет, біз қаламыз. Бірақ ұрпағымызды аздырып, тоздырып, құртып жібермесін десек, мына зұлымдарға қарсы күресу керекпіз. Бүкіл депутаттар, олар азғындар, бүкіл билік құрылымында жұмыс істеп жатқандар, биліктің үгітші насихатшысы. Бүкіл әнші, күйші, ақын, жазушылар, мына билікке қарсы бір ауыз сөз айта алмай отырғандар, олар биліктің итаяғынан жуынды ішіп семіргендер. Оны ешқандай құрметке, атаққа лайық емес деп біліңіздер. Мына билік құрып берген даңғырадай мешіттерде уағыз айтып, биліктің телеарналары арқылы жұлдыз болып, биліктің титушкалары арқылы әлеуметтік желіде кеңінен таратылып үгіттеліп жатқан барлық дін тонын жамылған сектабастар, дінкештер, аталмыш ұстаздар, олардың барлығы мына биліктің итаяғынан жуынды ішіп отыр. Олар өздерін-өздер алдап отыр. Олардың аузынан шыққан қасиетті аяттар мен хадистерге алданбаңыздар. Олар сол арқылы сізді алдап отыр. Ал Алланың ақиқатында мұсылманның бірінші міндеті аққа жақ болу, қараға қарсы болу.